Солтүстікте Ресей империясы қанатын кеңге жайып, бір кездері Мәскеуді қанағат тұтқан орыстар енді Тынық мұхитына жетіп, етігін жуды. Сібірді қалпақпен қағып алған орыс офицерлері жайықтан өтіп тікелей Хиуа мен Бұхарға жетпекші болды. Алайда бұл аймақтар елсіз жатқан қоныс емес еді. Бұл бір кездері мәңгі қала Римнің түбіне жеткен, ғұндар жүріп өткен, әйгілі Бату ханның Еуропаға жорығы басталған киелі мекен болатын. Бұл Қазақ хандығының бір бөлігі саналатын Кіші жүздің жері болатын. Кіші жүздің ерлері ғасырлар бойы Ресейдің от шашқан қарулы әскеріне қарсы арыстандай арпалысты. Жайық казактары, одан қалды Ресейге бағынған башқұрттар,